сәлем, қалайсыңдар? Каналда жаңа видео, қош келдіңдер. Және де мен сендерден қазір бір нәрсе сұрағым келеді. Осы видеоның астына лайк басыңдар. Дәл қазір осы видеоның астына лайк басыңдар. Бастыңыздар деген ойдамын. Лайкты басқан барлық адамдарға бір түрлі сұрақ қойғым келеді. Шынымен де сендер лайк бастыңдар ма? Жарайды, егер солай болса, сендердің естеріңде ме қалай телефонды қолдарымен көтергендерін, саусақтарыңды, буындарыңды және бұлшықеттеріңді қозғалтып, керекті қаттылықпен экранды басқандарың естеріңде ме? Қарапайым саусақты қозғалту процесі үшін біздің миымыз триллиондаған есептерді бір секундқа жетпей шығарады. Бірақ та неге біз сол триллион есептің біреуін болсын есімізде сақтамаймыз? Мен сіздерге бір қарапайым мысал келтірейін. Конспект жазу барысында біз көбінесе ойымыз мүлдем басқа жақта, біз мүлдем басқа нәрселерді ойлаймыз. Мектепте біз сауатты жазуды үйрену үшін бірнеше жылдарымызды құртамыз. Ал енді тура сол жазуды ойымыздың көмегінсіз ақ басқа нәрсені ойлап отырып денеміз өзімен өзі жазады. Қызық. Және өміріміздің барлық ситуациясында тура сондай жағдай. Жүрген кезде, жүгірген кезде, билеген кезде. Яғни өмірдің барлық ситуацияларында осы қимылдарды жасау үшін бізге арнайы ойлардың қажеті жоқ. Қысқасы, тура осы нәрсені ғалымдар былай түсіндіреді. Адамның миында автопилот деген режим бар. Және бір таңғаларлығы, біздің өмірімізде көптеген шешімдерді біз емес, сол автопилот қабылдайды екен. Миымыздың осы функциясын ең алғашқы болып австриялық өте атақты психолог және невролог Зигмунд Фрейд ашқан болатын. Ол кісінің айтуы бойынша біздің миымызды екі бөлікке бөлуге болады. Біреуі саналы, екіншісі санасыз. Және осы екі нәрсені ол айсбергке ұқсатады. Айсбергте егер білсеңіздер, көп бөлігі судың астында және кішкентай бөлігі судың үстінде. Сол кішкентай ғана бөлікті Зигмунд Фрейд саналы бөлік деп атайды. Сіздерге түсінікті болу үшін мен бүйтіп айтайын. Айсбергтің үстінде бір апа кірді өз қолымен жуады. Яғни тазикке су құяды, порошок салады, жуады. Ал айсбергтің астында бір кір жуатын машина бар. Зигмундтың айтуы бойынша адам қаншалықты саналы болса да, біз өміріміздегі көптеген нәрселерді санасыз түрде істейміз. Мен сіздерге қазір Эйан Уотерман деген кісінің оқиғасын айтып берейін. Қысқасы, бұл кісі 19 жасында өте ерекше психикалық ауруға ұшырайды. Ол ауру бойынша мидағы сол автоматика режимі өшіп қалады, мүлдем жойылып кетеді. Қолды көтеру, жүру, билеу, басқа да кез келген автоматты түрде істелінетін нәрселерді ол енді саналы түрде істеу керек. Эйан Уотерман көптеген жылдарды, өте көп жылды қарапайым жүрісті үйрену үшін құртқан. Яғни ол адамдардың жүрістерін бақылаған, өзі соны қайталауға тырысқан. Годами Ин анализировал движение и учился выполнять каждый малейший изгиб и поворот человеческого тела. Для Ина ходьба — титанический триумф мастерства, упорства и концентрации. Және қанша жыл жаттықса да, қанша жыл үйренсе де, соның өзінде оның жүрісі қарапайым адамдардың жүрісіне мүлдем жетпейді. Кез келген қимыл қозғалысты автоматты түрге жеткізуге болады. Егер көп рет қайталаса, бір квартирада свет қосқыш 20 жыл бойы бір орында тұрды дейік. Кейіннен сол үйге ремонт жасалынды, және сол свет қосқышты басқа жерге ауыстырды. Бірақ та сол үйдің иелері қараңғы комнатаға кірген кезде ұзақ уақыт бойы бұрынғы свет қосқышты іздейтін болады. Кірді. Біз қараңғы комнатаға кірген кезде, свет қосқышқа қолымызды итерген кезде біздің миымызда нейрондар арасында электр импульстары жүреді. Және де егер сол электр импульстары бір орыннан екінші орынға күнде өте беретін болса, ылғи өте беретін болса, онда ол байланыс ақыраяғында қатая бастайды. Бір нәрсені үйренсек, ең басында саналы түрде оны үйренеміз. Бірақ кейіннен уақыт өте келе осы іс-қимылдардың барлығы санасыз бөлікке ауысады. Ал енді мен сендерге бір қорқынышты сұрақ қойғым келеді. Егер біздің миымыздың саналы бөлігі өшіп, санасыз бөлігі біздің денемізді басқарса не болады? Сомнамбулизм, яғни лунатизм, қазақша атауы айкезбе. Осы ауру дәл сол санасыз бөліктің көтерілуінен пайда болады. Айкезбе деген ауру адамдардың арасында өте көп кезігеді. Тіпті мүлдем ауырмайтын кісілердің өзі анда-санда ұйқысырауы мүмкін. Осы аурумен кәдімгідей ауыратын кісілер түн ортасында тұра алады, қарапайым қимыл қозғалыстар жасай алады, үй жинауы мүмкін, жүгіруі мүмкін, өлең айтуы мүмкін. Тіпті егер сіз оған сұрақ қойсаңыз, ол сізге жауап беруі де мүмкін. Мына видеоны көрсетейін сендерге. Түнде мамасының ұйқысырағанын видеоға түсіріп алған және оған көрсетіп жатыр. Come on, Nick. Who is... Oh my God. I was trying to open her tomato cage. The tomato cage. Тұру,
сөйлеу, үй жинау деген нәрсе бұл бер жағы ғана. Кейбір айкезбелер бұдан да үлкен нәрселер істей алады. 1987 жылы Кен Паркс деген жігіт өзінің үйінде телевизор көріп отырған жерінде ұйықтап кетеді. Кейіннен ол тұрады, киінеді, есігін жаппайды, үйінен шығады, машинасына кіреді, машинасымен 23 километр жол жүреді, өзінің қайнатасының және енесінің үйіне келеді, қайнатасын тұншықтырып өлтіреді, кейіннен пышақпен өзінің енесін өлтіреді. Потом үйде свет қосып қояды да үйдің ішінде жай жүреді. Ол кісілердің көршілері енді біртүрлі нәрсені байқайды, өйткені түн ортасында свет қосылып тұр және үйде біреу жүр, полиция шақырады және әрине ол жігітті түрмеге қамап тастайды, өйткені енді басқа не емес дейді. Ғалымдар оның миына қараса, дәл осы уақыт кезінде ол кәдімгідей тыныш ұйқыда жатқан екен, ештеңкені білмейді. Сот ол жігітті соттаған жоқ, жібере салды, яғни бара ғой айналайын, сен кінәлі емессің, боссың деп. Мені ылғи адамның миы таңғалдырады. Біз қанша дамысақ та, қанша технология жағынан асып кетсек те, өз миымызды әлі күнге дейін дұрыс түсінген жоқпыз. Миымызда көптеген зерттелмеген нәрселер бар. Айтпақшы достар, бүгін 10 тамыз менің туған күнім, 19-ға толдым. Егер сіздер маған сыйлық жасағыларыңыз келсе, мені құттықтағыларыңыз келсе, онда менің каналым туралы өздеріңіз достарыңызға, туыстарыңызға, барша таныстарыңызға айтсаңыздар болады. Бұл мен үшін өте үлкен сыйлық. Сонымен не деймін басқа? Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар, оқиғаларыңызды және комментарияларыңызды жазыңыздар. Келесі кездескенше аман болыңдар, сау болыңдар. Кетші бар деп айтпайым, сіздерге ұнамайды екен айтпайым. Мен сіздердің барлықтарын жақсы көремін, аман болыңдар.